Сіздер ат жөніңіз кім? Адырбаева Клара Романовна. Клара Романовна, сіз айқайлама деп жатсыз. Бұл кісі осындай жерде қанша децибел дауыспен айқайлау керек? Рұқсат етілген. Норма сізде бар ғой, сізде, білесіз бе? Қазір мен оны сізге айта алмаймын. Өзіңіздің заңыңызды білмейсіз, қалай бұған кедергі жасап отырсыз? Айқайлама, сөйлеме деп. Сіз білмесеңіз кім біледі оны? Негізі мынандай жерде сөйлеуге адамның қанша децибелде дауыс шығаруға рұқсат етілгені бар да. Бұл кісі өзі білмейді өзінің ережесін. Білмейсіз ғой, Клара Романовна? Этого что ли поздно? Клара Романовна, білмейсіз ғой сіз өз ережесін? Неге онда өйтесіз? Аузыңды жап, ананы сөйлеме, мынаны сөйлеме. Аузың жатып Сіз не деп жатыр? Біз именно аузымызды жапқаннан кейін былтырдан бері тыныш отырдық біз да айтпай. Жұмыс істеп жатыр ма, сіз істемей жатыр ма? Вообще істеп жатқан жоқ жұмысы. Онда әкімге барыңыздар, қазір талап етіңіздер, орнынан алып тастады. Талап етіп жатырмыз. Айтамыз қазір, фамилияңызды, атыңызды айтыңыз, именно қазір. Сіз егер халықты егер өйстіп менсінбейтін болсаңыз, жоқ тұсамаңыз микрофон. Халық менсінбейтін болсаңыз, үстіңізден мыңдаған арыз түсіруге дайынбыз. Сіз халықты менсінбеу емес, заң аясында. Заң аясы емес, сіз мемлекеттік этиканы сақтап, мәдениет сөйлеңіз бұлармен. Обращение беріңіздер, заң аясында қарап береміз. Оны сізге қазір мыналардың әкімнің алдында айтып жатқаны бар емес па? Соның өзі обращение. Түсінесіз ба? Сіз егер тек қана қағазбен ғана жұмыс істеймін десеңіз, сөйтіп айтыңыз. Қағазсыз да халық сізге мемлекеттік заң бар емес, гражданский кодексте устный обращение жасап жатыр қазір сізге. Бұл мәселемен обращение. Әкімде онда қазір отырсына мына жерге бәрін қағазбен әкел, барып отдыхай деп. Сондай қысы ма? Сіз бүйтіңізші. Енді бір сізге өтініш. Кезекпен сөйлейік. Сіз маған ережені үйретпеңіз. Мен журналистпін. Қай кезде қалаймын, сол кезде сізді кесемін. Сөйлемесеңіз, сөйлемеймін деп айтыңыз. Мұны көріп отырсыз ба? Әкім айтенді қай кезде қалайды, сол кезде сөзін бұзып жатыр. Әкім ешкім айтып жатқан жоқ. Сен кезекпен сөйле деп. Сіз кімсіз? Әкімсіз бе? Мен сізге бір нәрсені түсіндірейін. Сіз қалай өттіңіз аттестацияны? Айтыңызшы соны. Бұл бойынша біз зерделеу мәселелерін жүргізіп жатыр. Қазір зертханалық зерделеу жүргізілген. Нәтижесін 2-3 күнде біз аламыз. Сосын жауабын береміз. Сізге халық сенбей жатыр. Өтірік айтып жатыр деп ойлайсыз ба? Өтірік емес, рас. 100%. Зерделеу жұмыстарын жүргізіп. Бір грамм жұмыс істеп жатқан жоқсыз. Біз Сасықтың түбіне апарамын, мен сізді көресіз сол жерде, айтасыз. Бұл кісіні мен сіздің сөзіңізді переводтасам бола ма? Бұл кісі айтады, кешке тамақ ішкен кезде бүкіл қаланың тышқан боғының иісіне тамақ ішіп отырмыз. Неге біз соны ішіп отырмыз дейді? Неге біз соны иіскеп отырмыз дейді? Зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, лабораторный исследование өтіп жатыр. Повышение норм болса, онда нәтиже жоқ. Жоқ, зиянды қалдықтардың повышение нормасын көрсетті. Сіз маған жоқ. Ашуланған адам осылай болады. Мен оның бәрін түсініп отырмын. Ашуға себеп бар шығар. Бірақ енді сіздің үйіңізге келіп біреу боқтың иісін шығарып отырса, сіздің де ашуыңыз шығады. Мен сізге түсіндірейінші. Лаборатория біздің подразделение емес, Центр национальной экспертизы өздерінің мамандарын жібереді. Протоколдары түседі бізге. Нәтижесін көріп, дальше выводы будем делать. Сіздің қараңыздар, нәтижеңіздің өтірік екеніне дәлел ретінде ана Қуаныш па кім еді аты? Жоқ, мен қазір сіз тыңдаңыз. Қуанды қолында қағаз бар. Сіздің нәтижеңіз жазып қойған, көрсетіп отыр ғой бетіңе. Құлажан. Міне дейді, тексеріп қойған дейді. А по факту сіз ол жерге жазғансыз иіс жоқ деп, а по факту мыналарға боқ сасып жатыр. Бүкіл қаланың тышқан боғының иісі осыларға келіп жатыр. Біріншіден, екіншіден тағы да осы жерде сізге сұрақ қоя салайыншы. Неге 5 километрге дейін үй салуға рұқсат етілмеген, сіздер рұқсат беріп қойғансыздар әкімшілік? Енді себебі аудан әкімшілігінің құзырына жер беру деген мәселе жатпайды. Біріншіден, екіншіден, енді ол уақытында беріп кеткен болу керек. Қандай жағдаймен бергенде мен оны жауап бере алмаймын. Бірақ негізі ондай құжаттардың бәрін дайындап рәсімдеу. Жер қатынастар басқармасы қалалық әкім арқылы жүргізетін құжаттар. Енді қараңыз, осынша жыл өтті. Сіздердің СЕС-тің нормасы бойынша 5 километрге дейін үй салынбау керек, населенный пункт. Сіз қайда қарап отырыңыз осы уақытқа дейін? 5 километр деген норматив жоқ. Қанша километрге дейін үй салынбау керек? Ол жерде модернизация бойынша қазір проекттер қаралып жатыр. Модернизация. Сұраққа тікелей жауап бересіз ба? Канализацияның жанына қанша метрге дейін рұқсат етілген үй салу? Қанша метрден алысырақ болу керек елді мекеннен? Мен сізге айтарым, ол мощностьтан зависит. Түсініп жатсыз ба? Қазіргі мощность қанша? Қазіргі мощностьтың 1,5 километрге дейін үй болмау керек. 1,5 километрге үй ма? Бірақ қазір ол модернизация өтіп жатыр, проект госэкспертизада. Сонымен болашақта айтпай қояқшы, мен сізге өтініш Клара ханыма. Бүйтек, Амановна да? Клара ханым былай ғой. По факту бүгін 1,5 километрге үй болмау керек. Бірақ үйлер тұр. Сол үйлер тұрғанда сіз қайға қарап отырдыңыз, саны бедем сан бастығы? Мен
сізге айтарым, үй мәселесі, жер телімін бөлу, үй салу мәселесі біздің құзырымызға кір. Мен оны сұрап жатқан жоқ, сіз құзырыңыз. Сіз по факту үйлер түсіп қойды. Сіз қанша рет протест жаздыңыз, әкімшілікке я болмаса хат жаздыңыз ба? Анау канализацияны я ары ауыстыру керек, я елді мекенге жер бермеу керек. Қанша рет айттыңыз соны? Осыдан бір жыл бұрын бұл мәселе көтерілген. Сіз айттыңыз ба, айтпадыңыз ба? Мәселе следственный органдарға да берілген, қала әкіміне де хат жазылған, аудан әкіміне де хат жазылған. Бұл мәселені шешіп жатыр әкімшілік. Сізге хат жазды ма сондай? Біз бұл мәселені айтып жатқаны өте дұрыс, 2-3 жылдың көлемінде көтерілген. Бұл жаңағы тазалау очистное сооружение дейді ғой, қалалық. Бұл қалалық су ресурсы маркетинг мекемесіне орманға бағынышты, соларға жоқ, оны түсінді қой, Нұреке. Мына кісінің айтып жатқанында сөз өтірік па, рас па екенін анықтау үшін. Бұл кісі айтады, әкімшілікке, аудан әкіміне хат жаздық дейді. 1,5 километрге үй болмау керек. Я болмаса очистное сооружение жылжу керек. Я болмаса үйлер салынбау керек деп. Сол хат жазды ма бұл кісі? Или өтірік айтып жатыр ма? Мен енді ондай хатты жазған шығар, мен енді жалпы өзім көрген жоқпын, бірақ бұл мәселені біз көтергенбіз. Ертең барып көтеріп көрсете аласыз ба сол хаттың жазғанын? Көрсетем. Хат ізімен. Сіз де көрсете аласыз ба қай хат жазғаныңызды? Көрсете аламын. Қашан көрсете аласыз? Менің нөмірімді жазып алып WhatsApp-пен жібере аласыз ба? Хорошо, жазыңыз онда менің нөмірімді. Ал. Өйткені мынадай ғой, қазір қалада Нұрекеде бүкіл проблема осы санэпидемстанцияның кесірінен болып жатыр. Өйткені қараңыздар, мына кісілердің ана кісілер айтады, үйімнің жанында қой сойып жатыр дейді. Үйіме үй тіріліп тұрып. Мына кісілердің ережесі бойынша 50 метр ары болу керек. Біреу айтады, менің есігімнің алдында сиыр мен қой бағып жатыр. Мына кісілердің ережесі бойынша 50 метрден алыс болу керек. Бірақ бәрі сол жерде. Мен сізге бір нәрсе түсірейін, айтайыншы түсіндіріп та, мал ұстау ережесі ол ветинспекция мен ветслужбаға қарайды. Жоқ, ветинспекция, сіз біз теманы аудармаңыз. Санэпидемстанцияның өндіріске арналған нормасы бар. Енді өндірістік жаңағы Өндіріспен мал шаруашылығы ол мүлдем басқа. Ол мен сізге айтып жатырмын. Мен сізге жаңа сіз сөз тыңдамай жатырсыз. Ол малын сойып қанын ағызып жатыр. Жаңағы малдың боғын жинап жатыр. Боғын жинағанға да ол жаңағы малдың фекалин қанша жинайды, қанша істейді. Оның бәрінің нормасы бар. 100 метр алыс болу керек, елді мекеннен 50 метр алыс болу керек. 8777. Мына кісі өзі заңын білмейтін сияқты меніңше. 8777 918 0558 58. Ешқандай жұмыс істемейді. Жоқ, мен сіздерді түсінемін. Сіздерді көтеріліп жатқандарыңыз жаңа аузыңыз жауап, тыныш тұр, рабай сөйлеме, анау деген екен ғой. Өзі білмейтін болып шықты ғой қанша рет. Бірақ негізі келесі жолы дайындалып келіңіз. Сұрақ бұл кісіге. Қойыңыз. Әпше, өзіңіз қай районда тұрасыз? Әпше, сізге сұрақ қойып жатыр қой өзіңіз. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, қай районда тұрасыз? Сіз ертең бәке бүйтейік, бұл кісіні алып келейік біз районға. Тоқсаншы енді тыңда, бәке. Бұл кісіні ертең районға алып келейік, мен 2 күнге квартира тауып беремін сол жерден. Тұрсын, көрсін, 12 результатты айтады не болып жатқанын. Соған келсе ма? Эксперимент ретінде дейді, біздің ауылға келіп 2 күн тұра аласыз ба, боқсасып жатқанда дейді. Подождите, Бақытжан. Көпбаев. По буквам. Константин, Ольга, Петр, Борис, Андрей, Евгений Владимирович. Константин, Ольга, Петр, Борис, Андрей, Евгений Владимирович. Неден шығарды ғой? Вианды деп шығарды да? Оның нәтижесі вианды дегеніне ешқандай не болып жауап бермей жатыр ғой ешкім. Вианды деп тауып тұр. Нұреке, мен жаңа өтініш қылдым, ұсыныс жасадым да, жаңа Қалажан ба соған? Құлажанға. Мен қай жылын ұмытып қалдым. Россияның президенті Тихоокеанский саммит жасаған кезде Уфада. Бәрін шақыр, сенің көзіңше айттым ғой жаңа. Шақырды, мен барып түсіргем. Сол кезде Уфа қаласы гүлдің иісі шығып тұрды. Мен түсінбедім. Ал ана канализация қаланың почти ортасында. Қалай гүлдің иісі шығып жатыр дедім. Уфимский химзаводқа барып сұрағадым ерінбей. Олар айтты, эктозамин деген химикат. Сол химикатты сепсе 1 литр $1 тұрады. 10 тонна күніге себеді екен, ана гүлдің иісі шығып тұрады. Ешкім проблемасы жоқ. А бұл кісілер шығынды үнемдеп жатыр. Жаңа мен айтсам, ол түсініп жатқан жоқ Құлажан. Айтты, мен Америкаға барам, Польшаға барам дейді. Польшаны не қыласың? Тұр ғой мына жерде. Ол химзаводта мен сізге айтқаным осы 2 жылда болып қалды, по-моему, осы сұрақты. Ол химзавод жаңағы Россиядағы. Ол айтып жатыр, егер қаласаңдар, біз әкеліп производствоны Шымкентте істеп береміз дейді. Сол кезде проблема жоқ болады. Бұл яғни ана капиталистің ақша салғысы келмей жатыр Ормановтың. Қала 3 есе өсті, ал поляфильтрация сол күйі қалды баяғы 330 мыңдай. Сондай ма? Жалды үлкейді ма? Поляфильтрация үлкейді ма? Ол жағын білмеймін. Сол баяғы ісір кезіндегіде қалды. Бәке, ол енді халықтың саны көбейген екен, барлық нәрсе көбейеді ғой. Енді өзіңіз көріп жүрсіз да, қалада жүрсіздер. Мысалы, қаланың ортасында қоқыс алаңы бар еді, оны сыртқа көшірдік. Бұл мәселе Анекенің алдында, тұрғындардың алдында бұл көтерілді. Оның